Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен осындай оңай және де тез жасалатын, сонымен қатар қоспасына аз зат кететін торт жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда мендегі видеоны ең бірінші болып өздеріңіз болып көресіздер. Және де лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Аз болсын, бұл рецепт сіздерге сөзсіз ұнайды. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнымызға қобызытқышымызды және де шекерімізді салып, үшеуін жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Біздің тортымызға песочный тесто жасаймыз. Мінекей. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Сосын жақсылап тұрып, үгітіп тұрып араластыратын боламыз. Мінекей, осылайынан үгітіліп тұру керек. Мінекей, осылай үгітіліп тұру керек, дайын болды. Енді оған жұмыртқамызды саламыз. Одан соң жақсылап тұрып араластырып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сап-сары және де жұмсақ болып тұр. Енді видеода көргендеріңіздей осылай жасап аламыз. Одан кейін теңдей бөліп аламыз. Менде 8 бөлікке бөлінді. Одан соң қамырларымызды бір-біреулеп жаятын боламыз. Мінекей, жұқа қылып жая береміз. Одан кейін қамырымызды алып, листіміздің үстіне қойып аламыз. Осылай формамен үстін басып алатын боламыз. Менде форма 20 сантиметрлік. Енді пышақпен жан-жағын кесіп алатын боламыз. Міндетті түрде түзулеп кесіп аламыз. Пісіп болғаннан соң оны түзулей алмаймыз. Және де вилкамен үстін тесіп шығатын боламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Салқын сүтімізге шекерімізді саламыз. Одан соң ұнымызды саламыз. Үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Әйтпесе іртік-іртік болып қалады. Және де ванилин қосып жіберсеңіздер болады. Сонда сүттің дәмі шығып тұрмайды. Мінекей, жақсылап араластырып болдық. Енді отымызды дайындайтын боламыз. Сіздерде плита болатын болса, қатты отта, егер де газ болатын болса, орташа жай отта пісіргендеріңіз дұрыс болады. Сонда іртік-іртік болып қалмайды. Және де крем дайындайтын ыдыстарыңыздың асты міндетті түрде қалың болу керек, сонда күйіп, жабысып қалмайды асты. Мінекей, жаңағы қоспамызды қостық. Енді оның үстіне шекерімізді тағы да саламыз, тәтті болу үшін. Мінекей, үзбей осылай араластырып тұрамыз. Венчикпен араластырғандарыңыз дұрыс. Осылай қоюланғанша араластырамыз. Араластырмай қойсаңыздар асты күйіп кетуі мүмкін, немесе іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Мінекей, қоюланды креміміз. Одан соң оның үстіне сары майымызды саламыз. Сонда креміміз жылтыр, әдемі болып шығады. Осылай сары майымыз ергенше араластырып тұрамыз. Мінекей, біздің креміміз осылай қоюланып дайын болды. Енді оны ыдысымызға құйып аламыз. Мінекей, біздің қожықтарымыз осылайынан пісті. Осындай болып шығады. Және де біздің қожықтарымыздың қатты болуы қалыпты жағдай. Одан қорқып кетпеңіздер. Мінекей, осылай енді тортымызды жинаймыз. Және де міндетті түрде креміміз суымай тұрғанда ыстық күйінде жинайтын боламыз. Осылайынан 3-4 қасықтап салып, осылай тортымызды жинайтын боламыз. Және де кольцоға жинасаңыздар өте ұқыпты болып шығады.
Мінекей тортымызды жинап болдық. Енді кольцомызды қысамыз және де бетіне де крем жағатын боламыз. Бетіне кремімізді жағып шығамыз, осылай тегістеп. Жаңағы қуыршақтарыңызды пісіріп шыққан пеште міндетті түрде салып алатын боламыз. Сонда торттарыңыз міндетті түрде өте жұмсақ болып шығады. Жарты сағаттың көлеміне салып аламыз. Жаңағы торттың арасына қолданған креміміздің үстіне краска қосып, осылай дайындап алатын боламыз. Мінекей жаңағы жылы пешімізден тортымызды алып шықтық. Осылай болып шығады. Енді кольцомызды шешіп, жаңағы дайындап алған түсімізбен оформление жасайтын боламыз. Шоколадный глазурь пайдалансаңыздар да болады. Енді таяқшамызбен осылай сызып шығатын боламыз. Өте әдемі көрінеді. Сіздер асықпай түзулеп жасасаңыздар болады. Мінекей. Енді кремдерін жан-жағына осылай жағып шығатын боламыз. Қуыршақтарымыздың жанындағы қалдықтарын осылайынан үгітіп жағып шығатын боламыз. Мінекей тортымыз осылайынан шықты. Сіздерге пісіруге кеңес берем. Өте дәмді болып шығатын болады. Және де көп затты қажет етпейді.